Интернет қолы бостың бәрі дінге тиісетін болды қазір. Біз мынау намаз оқып жүргендер, біз үндемей отыра береміз. Біз тек бір-біріміздің қателігімізді айтқан жақсы көреміз. Біз бір имамның қателігін көрсек, аузымыздан суымыз ағып тұрып әңгіме қылған жақсы көреміз. Бір намазхан қателессе, соны әңгіме қылған жақсы көреміз да. Бірақ біреу дінге қарсы сөйлесе, біз үндемейміз бізше. Олар ойындағысын білгенін істеп жатыр. Сол мынау мен де айтқым келеді да, біреулер айтып жатыр енді. Қараңыз, бір-екі сондай тақырыбына тоқталам. Молдалар неге дінді айта бермей, саясатты айтпайсыңдар дейді да, мен сол тупойларға айтар едім. Мен технологическийді оқыған жоқпын, саясатты айтып айтам мен. Болмаса технологическийді оқығандар діннен уағыз айтпайсыңдар ма деп жүрміз ба біз? Біз дінді оқыдық. Біз саясатты оқыған жоқпыз. Мен технологическийді оқыған жоқпын. Мен завод салу деген нәрсені оқыған жоқпын. Мен дәреттің 4 парызын оқыдым, ғұсылдың 3 парызын оқыдым, иманның 6 шартын оқыдым. Мен оқыған нәрсемді айтайын. Ал саясатты, саясаттан айналысатындар айтсын. Расы да? Оқығандар айтсын. Сол именно адам өзінің, пайғамбар салсам айтады, ең жақсы адам өзінің білмейтін ісіне араласпаған адам дейді. Көріп жатсыздар ғой, саясат жайлы көшеде тұрып алай, қолы бостың бәрі айтып жатыр. 18 миллионды қалай басқару керегенін айтып жатыр. Бірақ бір қатынды басқара алмайды да. Екінші жағы, осы жақында бір жерде уағызда бір үлкен кісілердің арасында тұрып, айттық та, мынау әкімшілікте істейтіндер, прокуратурада істейтіндер, мейлі өкіметтің жұмысында істейтіндер, біреу айтып жатыр. Анау сояқтан алатын алған ғой, жұтатын жейтін жеп қойған ғой. Мен айтып жатырмын, жемесі ол жерден десем, не дейді? Кім жемей жатыр? Мен бір адамның біреудің жеке сенікін алдым ба? Мен мына сенікін Оралбектің алдым ба? Кімкін алдым ба? Ақылбектің алдым ба? Өкіметтен алдық қой. Өрден кім жемей жатыр дейді да. Сен егерде меніңкін жесең саған жеңілдеу болар еді. Жеңілдеу болар еді, өйткен сен бір мен үшін жауап берер едің қияметте. Ал өкіметтің анау қазынасы, ол өкіметтің емес ол. Ол халықтыңкі. Ол жерден кім жейді, бүкіл халықтыңкін жеген болады. Қияметте бүкіл халық үшін атаңның басын жауап бересің ба? Онда сен жеке бір адамныңкін жегенің дұрыс еді ғой деп, осыны айтып жатырмыз ғой. Кейін қарасақ біреулер бүйтеді. Молдеке, сен саясатта нең бар? Сен өзің дініңді сөйледі, аузың жауып отырсай, нең бар, сен өзің білмейтін нәрсеге араласып деп отыр ғой. Сөйтсек, негізгі мақсат дінге тиісу екен ғой. Сен не айтқаның қызық емес. Мақсат дінге тиісу. Енді қараңыз, соның біреуі жаңағы жақында бір әйел, орамалдағы әйел, ана таксистке сөйлеп ұрсып жатыр ғой. Соны түсірген. Значит, бұл дайындалған нәрсе. Табан астында оны кім түсіріп үлгереді? Шопырдың өзі түсіріп отыр ғой. Ана әйелді сөйтсек, жаңа бір кісілермен жолықсақ айтып беріп отыр. Ол әйелді, ана балаң түсіп қалғыр дегенге шейін, ана еркек бар ғой, біраз жерге шейін ана давайте еткен ғой. Түсіндіңіздер ма? Оны давайте етіп жүрген да. Сөйтіп ана уже сөйлеген да одан кейін. Сөйтіп түсіріп алған. Және жақында бір жігітті имам болған, бывший имам болған кісіні түсіріп алған. Сөйтіп не дейді, анау ашуланып тұрып ана машинаның есігін бей теуіп жапқан ғой. Соны шығарып, сосын халықтар не, міне имамдар, мен вообще айтамын да, осы жігіттер қалай түсінесіздер? Намаз оқитын адам, имам деген, мынау намаз оқитындар дегендер сіздер пайғамбарлармен шатастырып жүрген жоқсыңдар ма? Анау жүрегінен нәпсісін алып тастаған, біреу бетінен бір ұрса, Алла бұны да кешір, мен де кешір дейтін, біреу келбей шакал десе, жазакаллаху хайран деп отыра беретін бір әулиені елестетесіңдер ма? Бізде адамбыз. Анау имам бар ғой, есік теуіп тұрған. Дұрыс шығар, ол алдында не болған білмейміз ғой. Ол да еркек қой, ол да жігіт қой. Бізде төбелесеміз, бізде ұрсамыз. Біреу келіпсем, намысыңа тиіп жатса, өлік емессің ғой сен. Ла иляха илля тұра беретін. Өлік боласың онда. Кейбір кезде сабырлықтың өзі бар ғой, күнә болады. Кейбір жерлерде сабырлық ұстаудың өзі күнә болады. Егер сенің дініңе, пайғамбарыңа, исламыңа тіл тигізіп жатқан кезде сен сабырлық қылып тұрсың ба, сен өліксің. Сен ол жерде сөйлеуің керек. Расы да? Осы мына дінге тиісіп жатқандарға айтар едік та, Құдай тәубесіне түсірсе екен соларға, тәубесіне түссе екен, тәубесіне түспесе Алла тағала түсірсе екен соларды бар ғой. Шында да кейде күйіп кеткен кезде айтасың соны. Ана жақында біреуі де шығып, мешіттің
Құран оқитын бөлмесін есептеді. Оның бер жағында қарасақ, бір видео шыққан екен. Халайық дейді. Мен сол үшін жауап бергім кеп тұр қазір. Видео шығады ғой ертең. Бұл да оған барады ғой. Кім ана? Жан Ахмадиев қой. Барады ғой оған. Жетеді ғой мына 40 біздегілер 40 бана өз интернетте отырғандар бар, қолы бостар. Осында интернетті 40 салатындар. Бүйтеді. О, халайық дейді. Қасқыр мінез деп қояды ғой тағы. Бірақ майда шүйді әңгімелерді айтады да анау. Шакалдардың әңгімесін айтады. Шынымен. Не дейді? Осы қалай ойлайсыздар дейді. Мешіттің садақасы қайда кетіп жатыр, пітір садақасы дейді. Сөйтеді да, орта есеппен дейді. 8 миллион адам дейді. 300 теңгеден көбейтеді да, 2 миллион 400 миллион есептеп береді ғой. Бұлайша қарап отырсаң, не деген сумма? Енді осыны бір адам жесе түйіліп өледі ғой. Жеп жатыр деп ойлайды. Енді мен соған айтар едім да, сен 8 миллион количествоны процент қайықтан алдың біріншіден. Екіншіден, біз мені ауылда жүрміз ғой, әркімнің ауылында сондай. Біздің ауылымызда мен Ақылбек ағамыз жылда жазады, Алла разы болсын, дұрыс па? Ауылдың пітір садақасын кім қанша берді, бәрін жазады. Соңында мына жерде айт күні мына жерде тұрып, мынаншасын 8-ге бөлдік. Ауылымызда жағдай төмен 8 отбасы бар, мынанша түсті, мынаншасына, дұрыс па? Өздеріңіз көріңіздер ғой. Мынаншадан бөлдік та, мына түскен ақшаны тарқатып бердік деп Ақыл ағамыз есеп береді, дұрыс па? Болды, әр ауыл сондай. Қалалық жерді білмеймін да, 8 миллион халықтың негізгі көп бөлшегі ауылдарда тұрады. Енді екінші жағынан, сіз шынымен соны уайымдап тұрсын ба, интернетке шығып, нең бар өсекшілер ұқсап? Кім шешіп береді саған интернетте? Муфтиятқа бармай ма оданда? Калькуляторын алып, муфтият, короче, мен есепке келдім. 2 миллиард 400 миллион теңге қайда десең есебін берер еді ғой? Оны саған интернетте кім береді? Бұлардың бәрі хайып қуғандар. Әшейін бір анау бір проблемный нәрсені айтып, ойбай, Жан Ахмадиев шындықты айтады екен деп анау, әшейін бір авторитет жинаудың бір түрі ғана одан басқа түк емес. Расы да? Қазір анау, не дейді? Көтерілісі келгендер осы дінге тиісетін болды ғой, сөйтіп жұлдыз болып кетіп жатыр ғой. Сол жігіттер, бұл екінші жағынан бізге де байланысты шығар. Біз дінде жүргендер, намаз оқып жүргендер, бізде ауызбіршілік болмағаннан кейін. Ол сәләфи, ханафиіңді қоя тұрш, ханафиің өзі жетісіп тұрған шамалы. Ана ұстаздың шәкірті, мына ұстаздың шәкірті, дым білмейтін, 4 әріпті әлі дұрыс қосып оқи алмайтын біз сияқтылар отырып албана ұстаздар жайлы әңгіме қыламыз. Бізде ауызбіршілік болмағаннан кейін бар ғой, болды ғой, тістегеннің аузында, ұстағанның қолында кетеміз ғой. Сол үшін бізге, мына тәңіршілдер дегендер бар, діні жоқ, вообще қаңғыған біреулер. Аталарымыз дейді, аталарымыздың біреуі де тәңіршілдік ұстанбаған. Олардың қазіргі беріп атқан патуаларын көрсең, ана Тоқтар деген әртісі бар ғой, ішіп алайып отырып сөйлейтін, деп отыратын қоңыз ұқсаған. Қобыз ұқсаған ше? Сол айтады жақында. Мына мұсылмандар дейді, намазхандар, ЛГБТ-ға тиісіп атыр дейді, ЛГБТ. Нелер бар оған тиісіп? Ол көгілдір деген жаман сөз емес ол. Ол көк ілімі деген сөз ғой деп, енді көгілдірлерді сөйлеп отыр ғой. Жақында шығып еді ана Ринат пайғамбар деп. Кейін мен соған жауап бергенім ғой, сөйтсе бүйтіпті. Анау діннің, біздің тәңірдің дұшпандары тиісіп атыр екен дейді. Біздің сөзімізге. Ол сөзді біз ішіп отырып айтып қойған болуымыз мүмкін дейді да. Түсініздер ма? Олар ішіп отырып тікелей эфирде уағыз айта береді деген ғой. Бірақ бір тәңіршілді көрдіңіз ба, интернетке шығып, тәңіршілдер, сендер қателестіңдер, бірін қатесін айтқан бір тәңіршілді көрдіңіздер ма? Бірін сөзін сөйлеп өліп қалады ғой. Біз неге сондаймыз намаз оқитын жігіттер? Неге біз бір-біріміздің артымызды аңдимыз да жүреміз? Өзіміз тазамыз ба? Осы ауылда қандай проблема туындайды? Сол ауылдың еркектеріне сол ауылдың проблемасын шешу міндет болады екен. Сол еркектер сол проблеманы шешпеген екен, қатындар бас көтеріп шығып жатыр ғой қазір. Расы да. Одан кейін мынау дастархан жайылса, осындай жиындарға Алланың рахмет періштелері түсінеді екен. Және мына осы арамызда білмейміз, дұғасы қабыл болатын адамдар бар. Расы да. Сондай адамдармен осы жерде дастархандас болсақ, солар дұға қылып кететін болса, біздің ауылымызға сол кісілердің дұғасы арқылы бір жақсылықтар келер. Деген себеппен осы айтыр, апта сайын дастархан жайып жатырмыз.
қандай еді? Бұрын әйтеуір осы біраз жыл бұрын мен өзім мынау әр мешітке барып, Құраннан кішкене бүйтіп, Құранны көп білмейміз ғой, бірақ мына тәжвид махраж дегеннен жігіттерге сабақ өтетінбіз. Сонда әр күні әр мешітке қойып тастағанбыз ғой, қалада. Қайнарбұлақ, басқа деген сияқты ше. Осындай дастархан біздің аудандарды аралап жүрсеңше, әйтеуір бір күні бір мешітте осындай дастархан болып жататын ше. Аралап жүрсең, көніге үйден тамақ ішудің де керек жоқ. Былайша айтқан кезде әр ауылдың жігіттері жиналып осындайды күніге бір мешітте әйтеуір дастархан жайылып жататын. Қазір байқайсыздар ма, жоқ болып кетті ғой ондайдың бәрі. Қазір шынымен бәріміз әйтеуір қу дүниемен әлек болып кетіп жатырмыз. Мына енді мына қажылық компаниясында қызмет қылып жатырмын. Қажыларға қызмет қыламыз. Әр барған кезде 50 адам, 100 адаммен жүресің. Сол жақта адамдармен кездесесің. Уже жайлап тани бастайсың ғой адамды. Батыстықтармен сөйлесесің, шығыстықтармен сөйлесесің, солтүстіктің адамдармен сөйлесесің, оңтүстіктің адамдармен сөйлесесің да, уже көп сырласқан сайын адам тани бастайды екенсің да, сонда жалпы біздің қазақтың ауруы не деген ой келеді ғой. Осын уже түсіне бастады. Сөйтсек, біздің негізгі бірінші ауруымыз жігіттер, Құдайдың өзімізге берген өмірін өзіміз үшін сүрмейді екенбіз ғой. Құдай сізге бір-ақ рет өмір береді ғой, сол өмірді біреу үшін сүреміз ғой біз. Өзіміздің рахатымызға бір рахаттан өмір сүрмейміз ғой, біреу үшін. Там салсақ сасеттен озу керек. Көлік алсақ, баяғыда адамдар жағдайына қарап көлік алатын. Жағдайына қарап үй салатын. Жағдайына қарап киінетін. Қазір киінсек те қарызға барып киініп кетеміз, қасымыздағылардан қалмау үшін. Көлік алсақ ұят болмасын деп процентке болса да қосып ана бір дұрыстау көлік аламыз, сасеттіңкінен жаман болып қалмау керек. Ең бергісі, осы сөйлесе бергеннен кейін қара есте бересің, уже құлаққа мына сөз таныс болып қалды. Қабірдің басына тас қояды адамдар. Өлген адамға пайдасы бар ма деп ойлаймыз ғой енді. Енді қараңыз, не үшін істеп жатыр екен сөйтсек? Не үшін қойдың десе, адамдар әкесінің басына көк тас қоймады деп айтпасын деп. Адамдар айтпасын деп. Ал өлгенге пайдасы бар ма, жоқ па? Құдай бұны рұқсат берген ба, бермеген ба? Бұл сұрақтарға ешкім миы мазаланбаған. Енді қараңыз. Енді осы өлген адамның үстінен цемент құйып тас қоюдың пайдасы бар ма, жоқ па, зияны бар ма, жоқ па? Пайдасы жоқ, бірақ зияны бар. Қандай зияны бар? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам екі қабірдің басына келген кезде екі ағашты отырғызып не деген еді? Мына екеуі бірі зәрден, бірі тілден азапталып жатыр, қабір азабын тартып жатыр. Мына екі ағаш дейді, тыққан ағаштарын. Осы екі ағаш кеуіп кеткенінше бұларға жеңілдік болады деп үміттенемін дейді. Демек, қабірдің басына не пайда береді екен? Тал егу. Өйткені ол мынау қабірдің үстінде өсіп тұрған өсімдік тал бар ғой, ол жеміс берсе тіптен жақсы. Сол үстінде өсіп тұрған өсімдік талдар астында жатқан адам үшін Алладан кешірім тілейді екен. Міне, біздің зиянымыз сол болды да, ана қабірдің бетіне шөп шықпайтындай цементтеп тастадық қой. Күнде түспейді ғой ол жерге ше. Шығып кетеді деп қорқамыз ба? Бірақ не мақсатта жасап жатырмыз? Адамдар айтпасын. Мына қазақ біздің әсіресе мынау Шымкент пен Алматы той дегеннен жарыс. Мына мешіт салсаң жаны шығып ақша есептейтіндер. Медресе салсаң ақша есептейтіндер. Мына тойханаларды ешкім есептемейді ғой. Білесіздер ме, мына тойға біз той жасағанымыз қандай шығын екенін? Той жасап жатырмыз. Мына жақында бір жігіт администратор болған екен тойханада. Сол айтып жатыр. Қазақтың сырабын көріп жүрегің ауырады. Алматыда дейді да, тойды енді ана дастарханды бірінші жасаған кезде бәріңіз білесіздер ғой, барып жүрсіздер ғой. Анау не деген дастархан анау? Сурет. Адамдар барады да уже, адамдар тоқ, аш емес адамдар. Адамдар просто уже былай, анау пирожныйдан бір тістеп, бананды бір тістеп ше, ана кексті бір тістеп, уже
сынайды. Анау тою үшін емес, сынап жейді. Мынаусы қандай екен, мынаусы қандай екен. Бір тістеп қоя береді, бір тістеп қоя береді. Сөйтіп отырып тойып қалады. Сол кезде екіншісі, анау қазық ұқсап қатарымен дүң күй ойнаған кезде не келеді? Тамақ келеді. Сомен енді жарайды, алдындағысы тоймаған шығар. Осымен негізі конкретно тойды қоя, жоқ, сорпав теттейлі келеді одан кейін. Уже осыдан кейін Нұртас точно тойдық қой да. Сол кезде не келеді? Баяғыда біз ауылда арбамен сабан таситын ек қой, Сұлтан аға, қазір арбамен торт таситын болған ғой. Дәу арбамен торт әкеледі. Кімге керек ол? Негізі ашпыз ба? Аш емеспіз. Енді ол тортты ешкім жемейді да оны. Не үшін әкелдің ол тортты? Бұл қоймай-ақ қоймайсың ба? Өткенде Ғани тойында торт қойған ғой. Енді мен қоймасам ше, ұят та ұят. Анаң тойында болған, менкінде болмаса ұят та, түсіндіңіздер ма? Адамдар айтады. Сонда анау жігіт айтады ғой, той біткеннен кейін дейді да, жігіттер, мен біреудің малын есептеп атқан жоқпын. Бәріміз қазақ бауырымыз, біз бірміз. Пайғамбар сасам айтқан еді, мұсылмандар бір дене секілді, бір жері ауырса бәрі сезу керек. Эгоисттер бар, эгоистпіз біз. Тек қара басымызды ойлайтын біз эгоисттер болып қалғанбыз. Бір мұсылман қиналса ше, басқаларымыз түбіне болар екен деп, оны сыртынан телефонға түсіріп тұра беретін болғанбыз. Барып бірге жүрек ауру деген жоқ бізде. Сол үшін бізде ана біреу ана жақта дін жайлы жаман сөйлеп отыр ма, мына жақта бастысы мен тынышпын деп отыра беретін болып қалғанбыз. Бірдеме демейсің ба? Қорқақпыз одан кейін. Ойбай, бір бәле десең, анау келеді, бір әріптерден қорқамыз, 3 әріп, 4 әріп, 5 әріп айтыр. 2 әріптен қорқатындар бар. Әйтеуір бір бәледен бір әріптерден қорқамыз айтыр ше. Расы да. Сондай болып қалдық қой. Ана жігіт айтады, той біткеннен кейін қызық басталады дейді. Той бітеді. Анау енді үйдің егелері дастархан жинай бастайды ғой, сол кезде анау тістеліп қойылғандар бар, тістеліп қойғандарды амайды дейді. Гигиена. Ана біреу тістегенді амайды. Бір тістеп қоя берген ғой, бүтіндерін алып алады да, қалғандары мұсырға кетеді. Кәдімгі үлкен газ шаттырымен артып бір орыс алып кетеді дейді. Айтады, бір күні сұрадым дейді ана орыстан. Осын қайқа апарасың деген кезде айтты дейді. Шошқа базға апарам дейді. Бір тойханадан шыққан мұсыр бар ғой, газелмен алып кететін. Бір шошқа базды тойдырады дейді да. Міне, соның бәрі не үшін? Жақында біреу интернетке шығарды. 18 миллионға торт істеген көрдіңіздер ма? 18 миллионға торт істеді, кім жеді оны? 3 жетімге үй соғып берсең бар ғой, өлгенінше саған дұға қылып өтереді ғой. Ана тортың сенің ертеңіне де жетпейді ғой, ашып кетеді ғой ол. Міне, біздің сөйтсек, негізгі біздің өміріміз солай өтеді екен, жігіттер, біреу үшін өмір сүреміз. Адамның бүкіл өмірін зерттеп жүрген адамдар бар ғой, бұлай бөліп беріп жатыр жігіттер. Қараңыздар, адам баласы сондай дейді да, 30-ға дейін. Жігіттер, шынымен мынандай екенбіз. 30-ға дейін біз солай өмір сүреді екенбіз да, киіміңе, ана өзіңе сонша қарайсың да, адамдар бір жерге кірген кезде бейді, образбен кіресің, жан-жағыңа қараған кезде сендегі тұрған ой не? Адамдар мен жайлы не ойлайды? Адамдар мен жайлы не ойлап отыр екен? Кішкене бейді дұрыс болып ше? Қараңыз, 30-ға дейін адамдар солай өмір сүреді екен. Мен жайлы адамдар не ойлайды екен деген оймен ше? Енді үйленіп ана балашаға көбейе бастайды ғой. Баяғы намысты жинастырамыз. Ешектің артын жуда малтап деген басталады. Өйткен балашаған бағу керек өже, дұрыс па? 30-дан кейін не бір жігіттер барып қара жұмысқа салынып, біреудің үйінде қышта құйып жатыр. 30 бен 50-дің арасында. Мына еркек адамдардың ше, нағыз ана өліп жұмыс істейтін уақыт екен да. Сол кезде баяғыда мен жайлы адамдар не ойлайды екен дейтін еді ғой, енді сол кезде айтады екен. Кім не ойласа да маған бәрібір. Кім не ойласа оны ойласын. Мен балашаға бағуым керек деп ойлайды екен. 50-ден кейінше, 50-ден кейін ары қарай 70-ке, 70 пен 50-дің арасында күші қайтқан кезде, баяғы атақ кеткен кезде, баяғы ақша кеткен кезде, баяғы пагон кеткен кезде, баяғы абырой кеткен кезде, сен қасыңда ғана өтірік мақтайтындардан айырылған кезіңде, қазақ сол үшін айтқан, 50-ге дейін қатарыңмен өмір сүресің, 50-ден кейін қадіріңмен өмір сүресің дейді. Ары қарай қатар жоқ уже. Бүкіл баяғы анау кайфушаның бәрі кеткен кезде, сол кезде қарасаңшы, адам сол кезде түсінеді дейді. Оказывается, сен жайлы ешкім ойламағанда екен да.
Баяғы енді қараңыз, баяғыларды қайттан айтып шығайық. Адам 30-ға дейін адамдар мен жайлы не ойлайды екен деген. 30-дан 50-ге шейін кім мен жайлы не ойласа да оны ойласын, маған бәрі деді ғой. 50-ден кейін түсінді ол. Оказывается, сен жайлы ешкім ойламайды екен. Сен кімсің вообще? Сен біреу уақытын өткізіп сен ойлап отыратын да. Әркім өзінің бала шағасымен әлек, әркім өзінің жұмысымен әлек, дұрыс па? Әркім өзінің арбасын сүйретіп әлек болып жатыр. Кім сен жайлы отырып ойлану керек? Сен кім едің соншалықты? Bir адам уақытын өткізіп ойлайтындай. Сөйтсек біз өміріміздің бәрінше қара біреулер деп өткізіп берген екенбіз ғой. Енді жігіттер, бір қызығы мынау болады. Сол 50 мен 70-тің арасында, көкелерден сұраңыздар. 50 мен 70-тің арасында бір қызық этап басталады. Сен 50-ге дейін өміріңді кімге арнадың? Солардан айырыласың. Өзің мән бермеген адамдарға мұқтаж болып қаласың. 50-ге дейін жігіттер, ойын күлкі, күш бар кезде, атақ бар кезде, ойнап күліп тұрған кезінде, қатын, балашаға, әке, шеше дегенге мән бермедік қой. Көшеде, брат, сен үшін до конца тұрам. Любой береме, 24-те жеті, түн жарымда азванда жетіп барам. Бірақ түн жарымда емес, күндіз әке шешеміз бір жерге апаршы десе, жанымыз қиналып кететін адамдар, Іләс, түн жарымда хабарлас, жетіп барам депше, қара, 50-ге шейін достар, көше, соларға көңіл бөлген едік қой, 50-ден кейін сен жаныңда ең жақын адамың қатының болады, балашағаң болады, әке шешең болады. Бірақ сен оларға мән бермегесін да. Біздің ауылымызда Мұхит деген ағамыз өтті. Бір рет артқа сальто тастайым деп 9,5 жыл инвалид болып жатты ағамыз. Бірақ жігіттер, мына аяғымен жүргендер Құран оқу уақыт жоқ қой. Ол жатып алып Құран жаттады ғой, бір жақсы жерше. Белден төмен жасамайды, белден төмен істемейді. Кәдімгі үлкен дәрет, кіші дәрет қалай шығып жатыр, ол білмейді жігіттер. Өзі келет шыға береді. Сөйтіп жүрген кезінде, жігіттер өтірік болса, мен ауылдың жігіттері отыр. Абатағай төсек тартып жатып қалды. Мәуәгіл апа төсек тартып, үйінде Мұхиттың әкесі, шешесі, 3 адам бір үйденше төсек тартып тұра алмай жатып қалды ғой. Үшеуінің де астындағы төсегін тазалап, дәретін тазалаған кім? Әйелі. Анау, біз қазір әйелдерімізге шешең деп жүр қой, жігіттер, шынымен айтайын, отбасыңа мән бер. Сен үшін кейінше ешкім қарамай қойған кезде бар ғой. Міне қазақ не дейді? Өлсең, адамдар келеді екен көңіл айтып. Той жасасаң, адамдар келеді атағанын беруге. Құдай ауыртпасын. Ауырсаң, ешкімге керек болмай қалады екенсің. Инвалид болып қаш, сенен пайда жоқ екен түсінді ғой. Ешкімге керек болмай қаласың. Бұхар жыраудың айтқаны сол еді. Бірінші тілек тілеңіз бір Аллаға жазбасқа, Аллаға серік қоспасқа. Екінші тілек тілеңіз тілсіз, пасық наданның сөзіне еріп азбасқа, шайтанға азбасқа. Үшінші тілек тілеңіз мезгілсіз кебін кимеске. Бұл не бұл? Мезгілсіз деген. Алладан жалбарым сұрап жатыр. Жастай алмашы деп жатыр адамдарды. Жастай алмашы. Адамдарға өмір бер деп жатыр. Төртінші тілек тілеңіз төрде төсек тартып жатпасқа дейді. Төрде дегені не? Әшейін ауырған адам кез келген жерде қиқ-қиқ етіп тұрады да ауырып жазылып кете береді ғой. Төрде деген ана ұзақ ауыруды айтады. Ұзақ ауырып төрде жатпасаң бар ғой, жігіттер, ешкімге керек болмай қалады екенсің. Ана ағайын туған, баяғы достар кемеді деп айтпасын деп бір рет кеп кетеді, болды. Ана қараңғы бөлмеде жалғыз жатасың ғой. Біздің аталарымыз қараңызшы қандай дұға қылатын болған. Алла, әбейір берші деп дұға қылады екен, Әбейір берші деген не екен білесіздер ма? Не үшін қазіргі жастар әбейір берші деп сұрамайды? Өйткені оның не екенін түсініп жатқан жоқпыз. Оны қартайып, уже ауруын сезе бастаған адамдар айтады екен. Бұл не десе біздің апамыз айтатын баяғыда. Әбейір берші деген нәрсе жігіттер, төсекке сиіп тұшып, келінің мен балаңа жексұрын болмай, өз аяғында жүріп өлуді сұрайды екен ғой олар. Мына төсекке жату бар ғой, ұзағынан жүре алмай инвалид болып бар ғой, жігіттер, балаң да сөйлеп жібереді екен ғой. Келінің сөздері қандай ащы болады ол кезде әбейір бер дегенше, сол төсекке дәретті сындырмай, өз аяғымызда жүріп өлейікші деп сұрайды екен. Міне, жігіттер, ал әйелдер не деп жатыр? 30 ұлыңнан осырақ шалың артық дейді. Міне жігіттер, сол балашағамыздың бетіне қарап қалатын уақыт келеді. Әлі әйеліміздің бетіне қарап қалатын уақыт келеді. Анау
өлгеннен кейін міне мына жерде отырған жігіттер, кімнің әке-шешесі дүниеден өткен? Айтыңдаршы, кім бар? Кімнің әке-шешесі дүниеден өткен? Біреу тіріліп келсе не істейтін ең? Айтшы, не істер едің тірілсе? Қазір жібереді қазір, аяғын уқалайтын ем, дұрыс па? Мен де анам өткен, мен де айтам соны. Аяғын уқалайтын ем, қажылыққа апаратын ем, жақсы сөйлейтін едім. Ойбай арқалап жүредім. Әке-шешесі тірілер кім істеп жатыр осыны? Кім жүр әке-шешесін арқалап жүрген? Кім бар? Расы да, бәріміз сол өлген күнін күтіп отырық, армандайтын адамдар болып. Ертең бәріміз армандаймыз. Сол әке-шешеңе қара, анау көшедегі ертең сенің дүниең жоқ болған кезде тастап кететін адамға емес. Соны айтады, 50-ден кейін адам түсінеді, оказывается, сен жайлы ешкім ойлап та жүрген жоқ, сен ешкімге де керек емессің. Егер саған біреу келіп жағымпазданып жатса, онда сенде оған керек зат бар. Сенде бір атақ бар, или власть бар, или тақ бар, әйтеуір бірдеме бар. Ертең бірақ сенің тағың кеткен кезде тақ үшін жүргендерше таппай қаласың оларды. Міне өміріміз сондай екен жігіттер. Міне қараңыздаршы, кейбір жігіттерге бар. Сақал қоймайсың ба? Жұмысымыз не дейді? Намаз оқымайсың ба? Жұмыста рұқсат бермейді. Қатындарымыз не дейді? Намаз орамал тақпайсың ба? Директор рұқсат бермейді. Құдай ше? Құдай не дейді? Құдайды қой берші, директор не дейді? Біз құдайдан емес, директорден қорқамыз. Ойбай, орамал десе жайына қамайды бәрінің. Ана не бір надандар шығып айтып жатыр, орамалды кәмелеттен кейін тағу керек. Кім айтты саған оны? Күнәнің бататын жерінің бәріне батып болғаннан кейін орамал не керек оған? Адамдардан қорқамыз, директорден қорқамыз, жұмыстан қорқамыз. Директорың орамал тақпасаң, рұқсат бермеді ме орамалға? Шығып кетесіз сай? Жоқ, саған ырзықты Құдай бере ме, Алла бере ме? Жоқ, әлде директор бере ме? Ырзық аштан өлетін секілді қорқамыз ғой біз ше. Біз дініміз үшін жұмыс тастауға қорқамыз ғой жігіттер. Жұмыс істеп жүрген жігіттерге жұмыс уақытында намазға рұқсат бермейді, оразаға рұқсат бермейді дейді. Онда шығып кете салмайсың ба? Сен аштан өлем деп ойлайсың ба? Құдай ғой саған ырзықты беретін. Кім болса о болсын. Расын айтайын да жігіттер. Мына милициялар айтады. Олар өзі кәмелетке 47-те толады. Намаз оқымайсың ба десе не дейді? Пенсияға 47-те оқимын. 47-ге шейін талай адам өліп қалып жатыр ғой. Енді жігіттер кейбіреулер қатты айтты дейтін жар. Жігіттер бір-бірімізді тәлпіштеніп мақтап отыратын уақыт жоқ қой. Bir күнде білесіздер ме қанша адам дүниеден өтіп жатыр? Міне, бір отбасының 11 адамы суға ағып кетті ғой кеше. Сырға. Бір отбасынан бір елдің адамымыз ғой енді. Бір әулеттің адамы да, бір әулеттің 11 адамы одновременно суға ағып кетті. Жоқ болды ғой. 7 адам бірден өртеніп кетіп жатыр. 5 адамның кешемін денесін пакетке жинап алды Абайда. Анау бір машина, мынау Ковальд, анау Нексидің жаңасы. 2 КамАЗдың ортасына қалған ғой, бір КамАЗ жартысын былай, екіншісі жартысын былай алып кеткен ғой. Ішіндегі бір семьяның 5 адамынше кәдімгі денесін жинап алды дейді. Қараңыздар жігіттер, бір-бірімізге тәлпіштеніп өтірік мақтап отыратын уақыт жоқ қой қазір. Ертең кім бар, кім жоқ. Тойыңа арақ қоймасай, Құдай қайтарған ғой. Құдалар не дейді? Құдай ше? Құдай не дейді? Саған ол қызық емес па? Жоқ, ол қызық емес. Құда не дейді? Бізге маңыздысы осы. Ал сол тойда жатып, сол сен тойыңнан ішіп шығып біреу өлсе ше, біреуді қақса ше, бірдеме болса ше, сен соучастник боласың. Сен сонымен бірге жігіттер, тойда жігіттерді міне, кім арақ қояды, сол жерде отырғаның бар, ішетінің бар, сол жерге кіргенің бар, шыққаның бар. Сол дастарханда отырғандар бәрі бірге лағнеттелген. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, Аллаға ақырет күніне сенген адам ішімдік қойылған дастарханда отырмасын. Қара, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр, ішімдік қойылған жерде отырмасын Аллаға ақырет күніне иман келтірген адам. Сөйтсе не дейді? Енді туысқандар не дейді? Құдалар не дейді? Біз Құдайдан емес, құдалардан ұяламыз. Енді қараңызшы жігіттер, сіздерге бір қызық бір теория айтайын. Арақ қоятын жерге баруға болмайды. Енді біздегі мазалап тұрған ой не? Біз сонда туысқандарымызбен араласпаймыз ба? Олар айтады, туысқандар айтады. Сен сонда саған не, туысқан керек емес па дейді ғой, Сізге айтайын, мына сұрақты қойыңыз. Саған туысқан керек па? Саған туысқан керек па? Шынымен сен туысқанды уайымдап тұрсың ба? Онда сен таңда.
не арақ тұрады дастарханда, не туысқаның отырады дастарханда. Біреуін таңда десең, ол қайсысын таңдайды? Сенің де керек болып тұрғаның шамалы ғой. Өтірік па? Оған да туысқанның керек болып тұрғаны шамалы болып тұр ғой. Әйтпесем, сол бір хайуан ішпейтін нәрсені туысқанына ауыстыра ма? Сіз ол айту керек еді ғой, бауырым, қайдағы арақ? Ішпесек, ішпей кетейік, маған ағайын керек. Сенің келіп, менің дастарханымда отырғаның қандай абырой, арақты алып тастайым, сен кел деп айтатын туысқаның бар ма? Міне керек адам сол да. Сені керек қып тұрған. Ал саған арақты қоймайым, арақты алмайым дастарханнан, сен де керек емессің. Бірінші жағы, екінші жағы, жігіттер туысқандарымызбен араласу үшін тек қана бір обязательно себеп керек па? Не туған күн, не өлген күн, не той. Әшейін кезде неге барып араласпаймыз? Шынымен туысқан керек па? Неге әшейін кезде барып араласпаймыз? Неге әшейін күнде мынау аталарымыз баяғыда москвичке мініп алып ше, бала шағасымен любой туысқанның үйіне барып қонып қайтатын ше, олар отыр ғой, москвич келеді да, ішіне адамдар түсе бастайды. Сол кезде қара, дайындалмағанда, ескертпегенде. Сонда не дейді? Ойбой, құда туысқандар келді деп, содан кейін дастархан жая бастайды, дұрыс па? А қазір сен біреудің үйіне ескертпей баршы. Не болды, ұрыс қалдыңдар ма, ажырасып кеттіңдер ма дейді. Не болды дейді. Не ағып жүрсің? Жаны қамайды. Жақында бір имам айтып жатыр интернетте. Енді анау уағыз айтып жүргендердің бірі ғой, кім болса болсын, енді шынын айтайын. Бүйтіп айтып жатыр. Туысқандарың үйіне баратын болсаңдар, ескертіп барыңдар. Одан кейін туысқаның үйіңе шақырды ма, анау тауық құсап шұбыртып, бала шағаңды ертіп апара бермей, өзің бар, сен ана үйге ыңғайсыздық қылма дейді да. Ай, ақымақ, туысқан, біздің бала шағамыз бір-бірімен араласпаса, ертең бөтен болады ғой, Нұртас. Ертең бөтен болып кетеді ғой. Мына бала шаға бірін-бірімен бала күнінде төбелеспесе, нанға таласы бір машинамен ойнамаса да, көке, өскеннен кейін олар бөтен болып кетеді ғой, олар бір-біріне. Апар, кім не десе, о десін. Бала шағаңды туысқан үйіне апар. Мына еркек балдар өсіп келе жатыр. Біздің Стамбулда медресеміз бар да, кішігірім. Шынымен айтайын жігіттер, сол жерге 20-25 жастағы балдар келеді да, 2 аптадан кейін қайтып кетеді. Солар кімдер екен білесіздер ма? Үйінен шықпаған мамасының балдары ғой. Ана үйден шықпаған бала бар ғой, үлкен болса да көшеде жүре алмай қалады екен ғой. Мамасының қасында жатып жүргендер бар ғой, мамасының баласылар. Баланы мына кішкентай балдарды, кішкентайынан ана туысқандардың үйіне апарып таста, қонсын, үйренсін, бөтен жерде қонып үйренсін. Ал қыз баласын біреудің үйіне қондырма. Баяғыда біздің қазақтар айтқан екен ғой, балаңды біреудің үйінде тойдырма, қызыңды біреудің үйінде қондырма дейді. Баланы бер, ана бөтен үйде ше, бөтен жақта, бөтен дегенде анау негрлердің үйіне апарып тастамайсың ғой, туысқандардың үйін араласын. Бұлар білсін, бірін-бірін туысқан екенін. А қызыңды апарып араластырды, алып қайт. Қыз біреудің үйінде қонбасын, бөтен төсекке үйренбесін. Біздің аталарымыз баяғыда дана болған ғой. Білесіздер ме, аталарымыз айтады, мына дастархан келген кезінде, тамақ келген кезінде ас егесімен тәтті дейді. Сөйтіп біз ана үйдің егесін іздейтін ек қой. Сөйтсек, ас егесімен тәтті деген, бұл астың егесі Алла ғой. Алланы еске алып баста, бұл тамақты бисмиллямен баста деген сөз екен ғой. Үйдің хозяйнында нең бар, опыра бер. Ол сен үшін берген дастархан ғой, болды ғой. Астың егесі Алла ол. Алланы еске алып баста деген сөз. Ал бала туылған кезде, бауы берік болсын деген сөз бар ғой. Сөйтсек, Алла Тағала Құранда айтады. Мынау жіпті хабіл деп айтады арабтарда. Би хаблиллахи жамиян деп айтады. Уәлә тафаррақу дейді. Алла Тағала Құранда айтады. Алланың жібіне, Алланың арқанына жамағат боп, көп боп жармасыңдар. Берік ұстаңдар да ажырамаңдар дейді. Бауы берік болсын деген сөз бар ғой, бала дінінде берік болсын, Алланың арқанына бар ғой, берік болсын деген сөз екен ғой бұл. Біздің аталарымыздың сөздерінің астарлары керемет болған ғой. Оны біз басқа жаққа бұрып жіберіп жатырық та, жігіттер. Сол үшін жігіттер, қараңыздар, қабірге өзің түсесің, өзің жауап бересің. Саған біреудің кітабы берілмейді. Сен өзіңе берілетін кітаптың авторысың. Енді неменеге өміріңді біреуге арнап жүрсің? Қараңыздар жігіттер, мына жерде мейлі бір 200 адам отырған шығармыз. Мысал үшін, көбейтіп айтайық, 250 адам отыр дейік. Мына жерде біреу айтып отыр, мынау немене бақырып жатыр деп. Біреу айтып отыр, мынау интернетте здоровый сияқты еді, құтақандай бәлекен ғой деп ойлап отыр біреу. Оны бізге көп айтады адамдар. Біреу ойлап отыр, мынау жосқы кетті ғой дейді. Біреу айтып отыр, шындықты айтып отыр ғой дейді. Біреу айтады, мынау немене жабжы су шаш ағарып кеткен деп ше.
шынымен уже адамдардың ойларын біліп алдық қой. Енді қараңыз, 250 адам мен жайлы 250 түрлі пікірде отыр да. Сұрақ, сіздердің осы 250 адамның мен жайлы ойлап отқан ойы маған қазір погоданы өзгерте ма? Айтшы. Өзгертпейді ғой, сенің ойың менің погодамды өзгертпейді ғой. Соны айтады да, өзіңнің погодаңды өзгертпейтін нәрсеге уақытыңды кетіріп, немене басыңды қатырып отырсын. Адамдар сен жайлы не ойлайды? Адамдар не ойлайды? Ана баяғыдағы Әбдіғаппар ұстазымыз жоқ та, қазір біздің ана небір интернеттегі ана дін жайлы сөйлеп жүргендер бар ғой, Әбдіғаппар ұстазымыз ай бір жерлерін қысар еді, Құдай біледі ше. Оларға ондай адам жоқ та қазір. Сонда Әбдіғаппар ұстаз баяғыда айтатын сөздерінің бірі еді ғой. Адамдар не дейді? Адамдар не дейді? Сен адамдар не дейді деп өмір сүресің? Адамдар не дейді? Адамдар саған жатқан жерің жайлы болсын, жақсы адам ет дейді, басқа не дейді та. Түсіндіңіз ба? Өлесің, сол кезде айтады. Жақсы адам ет, жатқан жер жайлы болсын дейді. Болды. Сол адамдар не дейді? Адамдар не ойлайды деген нәрсеге уақытымызды өткізіп жіберіп жатырық та, өзіміздің жақындарымызды да ұмытып кетіп жатырық қой, жігіттер. Сөзімнің соңы мынау. Бұл бір мысал. Қараңыз, жақында бір жігіт айтады. 5 миллион кредит алдым дейді. Мен айтадым, кредит харам ғой десем, енді бір оборот істеп жабам деп ойладым дейді да. Сөйтіп болмай қалды да. Қара, бірінші сен харамға шақ жасап жатсың. Құдайға адал жене жасайсың да, Құдай, короче, мен тірлік істейін деп отырмын, давай маған береке бер деп ше. Тірлік болмай қалды. Ақша да жоқ, анаяқта пения кетіп жатыр, жұмыс та жоқ. Ең маған қатты анау тигені, неге Құдай мені көріп қалды деген сөз ғой. Түсіндіңіздер ма? Неге Құдай айтыр, мен істесем ақ, неге болмай жатыр? Неге Құдай мені көріп қалды дейді да. Енді жігіттер, кішкентай ғана бір мысал. Біз қазір өкіметте жұмыс істесек, не болмаса үлкен бизнес ашсақ, не керек бізге? Сен өсу үшін кім керек саған? Таныс керек, дұрыс па? Еркекше айта берейікші, сондай заманда өмір сүріп жатырық. Қазір біреуді қақып кетеді ғой, қаққан адам танысы бар ма? Ана өліп қалған адам кінәлі болып шығады. Сондай заманда өмір сүріп жатырық. Біреуге пақет машинаң соғады, мешітке намаз оқып келесің. Қарасаң, чөрт-чөрт шығып қалған, оказывается, сен кінәлі екенсің. Сондай заманда өмір сүріп жатырық. Міне біздің Шымкентте болды қай бір жыл бұрын. Бір жігіт, кәдімгі жас бала, әлі кәмелетке толмаған бала машина айдап келіп біреуді қағып өлтірді да. Бір айдан кейін қарасаң, жаңағы жігіт қайттан машина айдап жүр. Біреулер тауық ұрлап 7 жылға сотталып кетіп жатыр да. Біреулер адамды кәдімгі езіп, басып өтіп кетіп қайттан машина айдап жүр да. Неге? Өйткені анау жақта бір иманы жоқ, танысы бар да оның ше. Осындай нәрселер шешетін имансыздар отыр да төбеде. Енді қараңыз, бәрібір сол нәрсе. Таныс керек, өсу үшін таныс керек, крыша керек, дұрыс па? Енді басыңа іс түскен кезде крышаң саған көмектесу үшін не істеу керек, жігіттер? Оған қайта-қайта өзіңнің әке-шешеңді өйтіп сұрамайсың, ау Құдай біледі. Ассалаумағалейкум, көке, қалайсыз? Өлә, түнімен сізді уайымдап шықтым. Жаман уайымдап кеттім, сізше ішіңіз өтіп жатқан жоқ па деп ше. Оның жағдайын біліп отырасың қайта-қайта. Өтірік па, жігіттер? Қайта-қайта жағдайын сұрап, өйткені хабарласпай қойсаң, бір күні, братан, басыма іс түссең, мен саған сондай кезде ғана керекпін ба? Демал дейді ғой, дұрыс па? Кришаң саған керек болу үшін, ол саған кришавать ету үшін, сен қайта-қайта жағдайын сұрауың керек. Бірінші этап. Екінші этап, сен ол үйдегі жеңшемнің туған күнін еш жақта ұмытпайсың. Жұмадан қап кетсең, қап кетуің мүмкін, бірақ жеңшемнің туған күніне дәу гүлді обязательно алып барасың. Үйіне барып сыйлықтар беріп тұрасың. Қалай бар, солаймыз ғой, дұрыс па? Солай айтып жатырық қой. Екінші, сыйлықтар беріп отырасың. Үшіншісі, ол саған попросить етеді. Пәленше мынаны орындай салшы деп ше, бірақ сен оны уәжіп сияқты орындайсың. Өтірік па? Мысалы, қой өз уақыт келеді, сол кезде істеймін десең, сені ол атшып айтып тастайды ғой. Расы да, жігіттер, Міне, енді екінші жағы, жігіттер. Жерден крыша іздеп жүрсің да. Енді Құдайды өзіңе крыша қылып алсаң ше, саған біреу зиян берер ме еді? Айтшы. Егер сенің панаң Құдай болса ше, Құдайды паналасаң, саған біреу зиян бере ма? Алланың қалауынсыз біреуге зиян бере ала ма? Ал енді Құдайды сен өзіңе крыша қылу үшін не істеуің керек енді? Оған қайта-қайта хабарласып тұруың керек. Ол не?
басыңды сәждеге қойып тұруың, қайта басың сәждеге қойып тұруың керек. Анда сонда тахажжудқа тұрып тұруың керек. Құдайға сыйлықтар беріп тұру керек, жігіттер. Ол сыйлықтың ең жақсысы не? Құдай сенің сыйлығыңа мұқтаж емес. Алла тағала ең жақсы көретін сыйлықтар ол кедейлерге, жетімдерге, нағыз қажет орнына берілген садақалар. Шын мұқтаждарға берілген садақалар. Ана Беташардағы тастаған 10 мың теңге емес ана бейді. Мешітке келген кезде бейді жүріп тастайсың ғой, ең кішкентай. Негізі сол Алла тағалаға баратын анау. Ана банкідегі емес. Үшіншісі, бастығың сенің просьба жасаған кезде қайтармайтын едің ғой, дұрыс па? Құдай сенен бұйырып жатқан нәрседе неге қайтпайсың? Құдай саған бұйырып жатқан нәрсе неге орындамайсың? Енді қараш, Құдай саған намаз оқы десе оқымасаң, Құдай саған араққа барма десе барып тұрсаң, Құдайдың бұйрығын орындамайсың, Құдайдың қайтарғанынан қайтпайсың да, не үшін Құдай саған беру керек? Айтшы. Сен кредит харам десе кредит алуың керек та, не үшін Құдай саған беру керек? Айтшы, не өткізгенің бар? А осы күнге дейін жігіттер, міне біз осы жерде мешітте уақытында отырық. Талай адамдар қазір моргтың алдында тұр. Мәйітті күтіп тұр. Міне біз қазір мешітте міне жерде тамақ ішіп отырмыз. Талай адамдар ауыздарын тігіп тастаған сок ішіп жатыр, соскамен. Біз міне қазір кеткеннен кейін спокойно үйімізге барамыз. Талай адамдар травматологияда больницаның алдында адамның жедел жәрдемде кетіп бара жатыр талай адамдар. Міне 12 мүшеміз бүтін, жігіттер, бала шағамыз бар. Басымыз аман, дұрыс па? Құдай саған тағы не қарыз еді? Бірінші байлық денсаулық еді, дұрыс па? Денсаулық бәрімізде бар. Бірақ біз жылаймыз да жүреміз. Ең бай адам кім? Ең бақытты адам кім деген кезде не дейді? Азанда тұрған кезінде 12 мүшесі бүтін, телефонға еш жақтан, ей, ағаң өлді, інің өлді, кел үйге деген хабар келмеді ма? Телефоның тыныш па? Үйің тыныш па? Сенен бақытты адам жоқ, айналайын. Өткен талай адамдар азанда тұрған кезінде телефонын ашқан кезде, ей, ағаңнан айырылып қалдық, әкеңнен айырылып қалдық, шешеңнен айырылып қалдық, ей, кел үйге депше, телефонға не бір хабарлар келіп жатыр. Саған анау біреулердің жұма мүбәрәк болсын деген жүрегі кеп тұрма? Альхамдулилля деп айтсайшы. Бақыттысың ғой онда сен. Міне жігіттер, Құдай үшін өмір сүріп үйренекші. Біреудің мнениесі қызық емес. Өйткені біреудің мнениесі саған погодаңды өзгертпейді. А енді біреу ғайбаттап жатыр ма? Қуана бер. Өйткені имам Азам Абу Ханифа айтқан. Біреу ғайбаттаған кезінде ыдысқа жеміс жидек салады да, апар бер дейді. Апар бер дейді. Жақсылыққа жақсылықты қайтарайық дейді. Сонда имам анау айтады, я имам, сізді мақтаған жоқ қой, ол жамандады ғой, қандай жақсылық деген кезде айтады. Ай, одан артық қандай жақсылық керек, ертең қияметте тозақ көрсетіледі, жәннат көрсетіледі. Адамдар туған туысқандарынан безіп, шаштары бесіктегі баланың шашы ағарып. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ғана үмметім деп тұрады. Қалған пайғамбарлар, я нәфси деп тұрады. Ойбай, жаным не болып кетер екен деп тұрады. Сол кезде бір мұқтаж, бір сауапқа мұқтажсың. Ғалымдар айтады, кейбір адамдарға жәннатқа кіру үшін бір жақсы сөз жетпей қалады деген. Сондай адамдар мұқтаж болып тұрған кезде бұл саған үйіп төгіп сауабын береді ғой, одан артық қандай жақсылық керек дейді. Алла қуат берсін, жігіттер. Қымбат адамдарымызға мән берейік. Сіздер үшін ең қымбат адам кім екенін білесіздер ме? Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, 4 адамның құлшылығы пайда бермейді дейді. Даже керек десең, қадір түнінде 4 адамның құлшылығы пайда бермейді. Кімдер? Біріншісі, ата-анасына қызмет қылмаған адам. Жігіттер, ата-анасының қызметінде болмағандар дейді. Олардың қадір түніндегі құлшылықтары пайда бермесе, әшейін күндегі құлшылығы не болады оның? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, жігіттер, қараңыз, дүниеміз жүрмей жатыр, біз жылап жүрміз, ана жақтан, мына жақтан себептер іздеп жатырмыз ба? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, пенде әкесі мен шешесіне дұға қылуды тоқтатқан кезде, Алла оның ырзығын тоқтатады деген. Керек десең, сенің саудаң жүру үшін бар ғой, сен әке-шешеңе дұға қылып жатсың ба, қылмай жатсың ба? Соның өзі әсері бар, жігіттер. А олардың дұғасын алсаң не болады сонда? Құлшылығы пайда бермейді әке-шешесіне қызмет қылмағандардың.
Екіншісі, 3 күннен артық мұсылман бауырына, жүрегінде кек сақтаған адамның құлшылығы пайда бермейді деген. Жүректеріңізді тексеріңіздерші, жүректеріңізді. Мұсылман ба? Сен ренжіп жүрген мұсылман ба? Кінәлі болмаса одан ары. 3 күн рұқсат саған сол адаммен барып шешіп алуға разборкыңды. 3 күннен артық кешіре алмадың ба? Керек десең пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Кімде-кім Арафатта дұға қабыл болмайды десе бар ғой, діннен шығып кетеді деген. Арафат дұға мұстажаб болатын жер. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Арафатта тұрған адамдардың бүкіл амалдары Алланың алдына көтеріледі. Тек қана жүрегінде біреуді кешіре алмай кек сақтап қалған адам бар ғой, содан басқалар деген. Оларға Арафат та пайда бермейді деген. Жүрегінде кек сақтайтындарға бар ғой, ал тексерші енді. Ұстасам айырам деп жүрсің ғой, дұрыс па? Просто момент келмей тұрды, дұрыс па? Мақсат ұрайын десең, дене кішкентай, дух жетпейді, бірақ үріп тұрған ол. Айтатын уақытты күтіп жүрміз ғой, дұрыс па? Бір бәле қолданайын десең, сотталып кетесің, ол да бар. Жігіттер 3 күн, 3-ақ күн рұқсат. Ары қарай не кешір, не шешіп тастаса. Үшіншісі, жігіттер, туған туысқандарымен қарым-қатынасын үзгендер. Міне жігіттер, бағанаға айтып отқанымыз осы ғой, көшеге мейіріміңнің бәрін көшеге төге бермейше, жігіттер, туған туысқаныңа төкші сол мейіріміңді. Қартайған кезіңде ше, қазақ не деген еді баяғыда? Туысқанның қадірін, ағайынның қадірін қай уақытта білесің дейді? Жалалы болсаң біле. Қазақтардың мақалдары еш уақытта бұлай әшейін боздыққа өтпеген ғой. Өте маңызды сөздер ғой, қымбат сөздер. Жалалы болсаң білесің туысқанның қадірін. Қартайғанда білесің. Өлген кезіңде бар ғой, сені кеп жуындыратын туысқандарың. Жігіттер, мен имам болдым ғой. Имам болдым. Адам жууға кірдім ше. Талай рет кіргем мен, сол кезде көргем. Туысқан адамдар бар ғой. Жігіттер, үйрене беріңіздер. Адамды жуған кезде отырғызатта ішін басып, мынаны басып, іштегі нәжасты шығарып тастау керек. Білесіздер ма? Өйткені ана көтерген кезінде нәжас шығып кетсе бар ғой, оған жаназа оқылмайды. Оны қайттан ашып дәрет алдыру керек. Сосын оны көтерген кезде кетпес үшін ана нәжасты шығарып, мен көргемде сонда туысқандарды басып шығарып, ана нәжасын қолымен алып тазалап атқандарды. Бөтен істемейді оны жігіттер бұны. Бұны тек жанашетін туысқан істейді. Одан кейін жігіттер, талай жігіттер көшеге шыққаннан кейін денесі көгеріп кетті, мына жер сынып кетті, мына жер жыртылып кетті. Анау денеден көрген нәрсені сыртқа айту харам. Ана мәйттің айыбын ашу харам болады. А оны ең жақыны ғана жасырады. Сондай әліше біз мұқтаж болатын адамдардың қадірін білмей жүрміз ғой. Туысқандарымызды қадірлейік. Соңғысы құлшылығы пайда бермейтін адам. Арақты жақсы көретін адам дейді. Осы жерде намаз оқитындар осы кезде ырза болып қалады ғой. Құдайға шүкір біз емес екенбіз деп. Арақ ішетіндер деген жоқ. Арақ жақсы көретіндер дейді. Міне, арақты сатып әперушілер, арақты сататындар лағнеттелген. Кімде-кімнің дүкенінде арақ сататын болса, лағнеттелген, қайда барсаң онда бар. Есіңді жиып ал, мен айтты деп жек көріп қалма, сендер қатты айтасыңдар. Мен жай айтайшы, арақ сататындар лағнеттелген. Ырза болып қалдың ба? Зор тиді ма? Какая разница? Үкімі бір ғой, арақ сататындар лағнеттелген, арақты сатып әперушілер лағнеттелген, оны просто әкеп берушілер лағнеттелген, оны құйып берушілер лағнеттелген, оны бірге ішушілер, ішкізушілер. Просто мен бармайым, мен қатысым жоқ, 500 теңгеңді алда, өзің алда іш дегендер бар ғой, ақшасын төлеушілер лағнеттелген. Ал қара, сен жақсы көрмесең, туған туысқаныңа дастарханға арақты қояр ма едің? Бәрі жақсы көретіндер. Жаңағылардың бәрі арақты жақсы көретін адам болып саналады екен ғой. Сол жігіттер, намаз оқимыз ба? Алла қуат берсін, Алла өмірімізге береке берсін. Бұны сіздерге бір уағыз айтып жатыр деп қабылдамаңыздар. Бұл жай бір ой жүгірту ғой, өмірде кімге арнап жатыр? Бізге берілген өмірді жалпы кімге арнап жатыр? Расы да, мына арамызда не бір мықты жігіттер отыр, үлкен қызметтегі. Бастарына іс түскен кезде көргенде, талай ырбыңдап, жырбыңдап жүргендер таппай қалғанда, басына іс түскен кезде көрген жігіттер отыр ғой мына жерде. Расы да, кейін қайттан көтеріліп атса, асеке, таппай қалдым ғой, нөміріңіз таппай қойдым ғой деп қайттан кеп тұрады ғой, ұялмай Сондай ғой. Онда мына үлкен кісілердің біріне дұға қылдырайық та, мына дастарханға дұға қылыңыздар.